Адам баласы қандай амал жасаса да, бәрін өзі үшін жасайды. Тек ораза ғана мен үшін жасалады. Және де оның сыйын өзім берем деп Алла тағала хадиси құдсиде бізге үндейді. Яғни біз білетін намаз, зекет, қажылық сынды бүкіл құлшылықтар өзіміз үшін, болашақтағы ақыретіміз үшін жасалады. Ал ораза болса, Алланың разылығы үшін жасалады. Және де оның сыйын тек Алла ғана біледі. Бәлкім сіздің бір күндік оразаңыз құтылып кетуіңізге себепші болатын шығар. Осындай көп мүмкіндіктерді беретін қасиетті айды барынша тиімді өткізу үшін оған тиянақты дайындалу өте маңызды. Сахабалар Рамазанға 6 ай қалған кезде «Аллахумма баллигна Рамадан» деп, Аллахым осы берекелі айға бізді жеткізі көр деп сұрайтын. Өткен видеоларда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазанға дайындық ретінде көп ораза ұстаған айтқан болатынбыз. Одан бөлек Рамазанды тиімді өткізу үшін келесі кеңестермен бөлісуді жөн көріп тұрмыз. Рамазан айында тамақтану, ұйықтау сынды қалыпты нәрселер өзгеруіне байланысты біз ерекше режимге түсеміз. Осыған орай құлшылыққа жеткілікті уақыт қалатындай жұмыс кестесімен үй шаруаларын реттеген абзал. Ерте жатып, ерте тұруды әдетке айналдырып, таңғы уақытты күнделікті тіршілікке кірісіп кетпей тұрып, Құран оқып, оның мағынасына терең үңілуге жұмсасаңыз, нұр үстіне нұр болмақ. Өйткені Рамазан ол ең әуелі Құранның айы. Егер қаза оразаларыңыз болса, оны кешіктірмей өтеп алу керек. Егер созылмалы сырқаттарыңыз болса, міндетті түрде дәрігерге көрініп, емделіп алып, ораза сіздің денсаулығыңызға нұқсан келтірмейтініне көз жеткізіп алыңыз. Алла тағала Құранда, егер мұсылман дұға жасамаса, Раббысының алдында еш қадірі жоқ екенін айтады. Сол үшін дұғалар қабыл болатын айда Құранда, сүннетте келген сізге ерекше әсер ететін дұғаларды іріктеп алып, көп дұға жасаңыз. Жылына бір рет келіп, қайтып келмейтін нығметтерге толы 30 күндік құлшылығымызды барынша тиімді өткізуімізге Алла тағала нәсіп етсін. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.